көл басып кетті. Көктұмадағы мұғалімдеріңіз кім болды? Көктұмада мұғаліміміз Жанболысов Бижарас болды. Жанболыстан Молдахмет, Бижарас деген екі ұл. Молдахмет Октябрь колхозына чатават болды, есепші. Колхоздың есепші, Молдахмет. Ал Бижарас сол кезде мұғалім осы Көктұмада қазақ мектебін оқытады, қазақша. Сол кісінің қолына келіп түстік, 4-ші класс оқыдық. 4-ші класстың экзамен 4-ші классты бітірерде мына Сталин колхозы дейді, бізден кейін. Сол Сталин колхозына экзамға барып, Қазіргі Жайпақ қой? Иә, қазіргі Жайпақ. Сол жерде 4-ші класс сыныптан өткізіп, экзам тапсырып өткіздік. Сол кездегі осы Көктұмадағы мектепті сипаттап беріңізші, қандай еді? Оқулықтарыңыз болды ма? Қандай нәрсеге жаздыңыздар? Енді мұнда сол Береговой көшесінде болған, оның бәрі қазір суға кетіп қалды ғой. Орысша 7 класс, қазақша 7 класс, қазақша бір мектеп, бір школда оқыдық. Орыстар 2 класс, 2 мектепте оқыды. Сонда 3 мектеп, сол Береговой көшесінде 3 мектеп салынған. Жеке-жеке. Сол 3 мектептің екеуінде орыстар оқыды, біреуінде қазақтар оқыды. Кәдімгі үлкен мектеп пе, әлде ғимараттың құрылысы қандай еді? Ғимараттың құрылысы коридор кіргенде, коридордан кейін мұғалімнің отыратын кабинеті, содан кейін үлкен зал. Сол залда балалар оқиды, мұғалім перерепте мұғалім өзінің кабинеттеріне барады. Басқа үлкен зал болды. Кітап дәптерлеріңіз болды ма? Кітап дәптер о кезде сол мұғалімдер бізге оқитын құралдардың бәрін мұғалімдер береді. Дәптерді магазиннен аламыз, магазинде дәптер түсіп тұрады. Өзіміз сатып аламыз. Қаламсап, қарындаш, осының дәптер, оның бәрін магазиннен сатып аламыз. Сол сіз... Ал оқулық құралдарды, кітаптарда мұғалімдер өздері үлестіріп береді. Сол сіз 7-ші сыныпқа дейін оқыған кездегі Көктұма ауылының ең жоғарғы шеті қай көшемен бітті қазіргі? Жоғарғы көшесі? Аха. Жоғарғы көшесі қазір Безродных міне. Сол ең шеткі көше сол көше болды? Шеткі осы, Безродных. Өзі үлкен 2 көше болған, Береговой, Безродных. Сол 2 көшенің бойында тұрдыңыздар? 2 көше. Сонда тұрдық. Құлыпты қолдан салды жігіттер. Библиотека болды. Колхоздың конторы болды. Ауылдық совет болды. О кезде сельсовет дейді. Ауылдық сельсовет. Ол сельсовет қалай аталды? Сельсовет дейді, сельсоветтің зданиясы бөлек. Ана колхоздың басқармасы отыратын, ол бөлек. Радиоузел болды, бөлек салынған жаңадан. Пошта болды, бөлек. Ауылдық селмақ болды, ол да бөлек. Бұл шамамен 51-ші жылдар ғой, 51-52-ші жылдар сонда? 51, 52, 53, 53-те сол радиоузелден хабар келді. Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин қайтыс болды деп. Сонда орыстардың бәрі қара салы, қара пальтесі, бушлаты, сондай киімдерді киіп, столлардың түбіне келіп бәрі енді не боламыз?
қалай өмір сүреміз, мына патшамыз өліп қалды деп орыстың әйелдері қатты жылады. Міне. Содан бір вертолетпен ұшып, мына ауылдың шетіне кеп қонды. Сөйтсек, ана облыстан жіберген представитель келіп халықтың жаңағы толқынын тоқтатып, көңіл айтып, сондай үкімет өз орнында қалады. Сталин енді өлсе өліп кетті, ол енді оның орнына мемлекет өзінің тиісті адамдарын қояды, ары қарай үкімет жұмыс жасайды деп халыққа тоқтау айтты. Сол вертолетпен келген жаңағы представительдер облыстан жіберіпті. Ары қарайғы өмір баяныңыз қалай өрбіді? Ал енді содан бұл 1953 жылы марттың 5 күні, 3 күні қайтыс болды Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин. 3 күні қайтыс болды, 5 күні жерледі. Содан кейін халықтың бәрін жаңағы тоқтам қып, бәріне солай айтып тоқтатты. Содан ары қарай 7-ші класты біткеннен кейін бұл жерден мен сол ауданның орталығына барып, Шоралдан Абай мектебіне оқуға кіріп, 8, 9, 10-ды сол жерде бітіріп шықтым 57-ші жылы. 57-ші жылы Алматыға барып оқуға түсе алмадық. Содан мен қайтып келіп, түсе алмағаннан кейін қайтып келдік. Қайтып келгеннен кейін мына жерде пойыздың жолы жаңадан түскен, 54-ші жылы басталған. Сол пойыз мына станса Көктұма, сол кезде жаңадан құрылыс жүріп жатқан, соны бітіріпті 57-ші жылы. Сол жаңағы станса Көктұмаға барып, стрельшілік болып орналасып жұмыс жасадым. Одан стрельшіліктен 6 айдан кейін мені кондуктор жаңағы мына көлдің жағасынан балас тартамыз, хоппер вагон үлкен. Соныменен көлдің жағасындағы құмды тиетіп, оны мына өрге қарай паровоз шығара алмай, 5-тен 6-дан артық тарта алмайды. Сонымен жолға шығарып ап, соны мына Жалаңашкөлге шейін, Дружбаға шейін ары қарай тартып, жолдың бойын түзетеді екен, соған түзететін жерге оны апарып төгіп жөндедік. Содан колхоз мына балаларым сыртта істейтін болса, өздерің колхоздың мүшесінен шығыңдар да кетіңдер, көшіңдер деп. Содан шешеміз жылап, сен біздің баламыздың артынан еріп қайда барамыз? Орнымызды тастап, бізге кім үй тауып береді? Деп шешелеріміз болмай, содан Нұрекенов Мұқамежан деген, Садықанов Мамадияр өзім, екеумізді сол темір жолда істеп жүрген жерімізден алып, колхоз оқуға жіберді. Ол мына Алматының бер жағында Талғар сельско-хозяйственный техникум, ауыл шаруашылық техникум. Сол ауыл шаруашылық техникумына зоотехнигін оқуға, бухгалтерлігін оқуына соған бардық. Содан 6 ай оқығаннан кейін бізді бері Талдықорғанда ашылған сондай мамандықты оқытатын. Сосын 6 айдан кейін Талдықорғанға келдік. Талдықорғанға келіп
Талдыкургандан бітіріп шықтық. Жаңағы зоотехник Нұрекенов Мұхамеджан, мен екеуміз содан бітіп келгеннен кейін осы колхозда ол зоотехник болып, мен есепші, бухгалтердің несіне кіріп, есепші болып жұмыс жасадық. Содан 58-59-да бітіп келіп осында орналастық. Орналасқаннан кейін, бір жылдан кейін бізді жоғарғы оқу орнына баруың керек, сырттан оқисыңдар деп колхоз бізді жолдама жасап, бізді оқуға жіберді. Соныменен осы совхозда жұмыс жасадық, оқу оқыдық, жұмысын жасадық. Қандай қызметтерде болдыңыз бұл совхозда? Бұл совхозда сол кіргеннен кейін бірнеше бас бухгалтерлер ауысып тұрды. Содан 1964 жылы мына колхоз совхоз болатын болды. Мына таудағы Глиновканы әкеп Көктұмаға қосып, 64 жылы Көктұма қой совхозы болып құралдық. Сонда түсінуімше, оғанға дейін бұл совхоз Красный рыбак совхозы деп аталды ма? Колхозы? Колхоз болып аталды, Көктұма колхозы болып аталған. Ал енді ана Глиновканың басқармасын совхоздың директоры жасады дағы, сосы совхозға директор болып келді. Ол ана колхозда кеп бірге қосты осында. Соныменен директор совхоз болып Алтысбаев Сәкен жоғар жақтан сондай бұйрық болғаннан кейін екі колхозды қосып, совхоз жасап, совхозды жаңағы жалақы жұмыскерлерге, трактористер, шопырлар, механизаторлар бәріне жалақы беретін болды ай сайын. Содан кейін шопандарға, сушыларға, егіншілерге түгел жалақы беретін болды колхоз, совхоз. Соныменен 64-те, 64, 65, 66-да ана Глиновка қайтадан бөлініп, өздері директор совхозы бөлек болып, өздері қайтадан бөлініп кетті. Содан Алтысбаев осы совхозда Көктұма қой совхозы болып 78 жылға шейін жұмыс жасады. Ал енді мен сол Алтысбаевтың тұсында сырттан келген бухгалтерлер, бас бухгалтерлер тоқталды дағы мені Тоңқанов Әлімғазы деген ағамыз бас бухгалтер еді, ол кісі сырқаттанып аяқ астынан қайтыс болып кетті. Сосын сол кісінің орнына мен бас бухгалтер болдым осы совхозға. Ары қарай пенсияға шыққанға дейін осы бас бухгалтерлықта істедіңіз? 69 жылы мені осы совхоздан алып, неге? Еңбекші ол кезде Ильич атындағы қой совхоз болатын. Владимир Ильич Лениннің атындағы қой совхозы болған. Сол совхозға 69 жылы мені аударып жіберді. Сол совхоздан 75 жылға шейін сол совхозда жұмыс жасадым. Семьямменен, әйелімменен көшіп бардым. Ол жерде Жанар деген қызым туды, Ақан деген ұлым туды. 3 бала сол еңбекшіде туды.